Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз күздік алмадан тосап жасайтын боламыз. Ең алдымен алмаларымызды алып, міндетті түрде жақсылап жуып алатын боламыз. Міне осылай. Одан кейін турауға кірісеміз. Одан кейін айта кетейін, сіздер ерітатқыштан өткізсеңіздер болады. Бірақ біз турауды жөн көрдік, өйткені бізге ұнайды. 4 бұрышта турап саламыз. Осылай. Міне турап алдық. Енді бірге бір қантымызды салып алатын боламыз. Біз қазанымыз бен кастрөлімізге бірге бір қантымызды салып алдық. Салған соң қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, мыжып араластырамыз, өйткені суы шығу керек. Міне араластырғанда осылай болады. Одан кейін қапағын жауып, бір күнге немесе 6-8 сағатқа қоямыз. Одан соң қайнатуға жібереміз. Қайнау барысында араластырып тұрамыз. Одан кейін банкамызды булаймыз. Міне біздің тосабымыз дайын. Керемет болып шығыпты. Ендігі кезекте буланған банкамызға тосабымызды салып алатын боламыз. Одан кейін біз қапақтарымызды осылай алдымен ыстық суға салып алған болатынбыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап мықтап жауып аламыз. Міне біздің алмадан тосабымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сәттілік ас болсын.